Сәлем достар, сіздермен бірге Абукин арнасы. Бүгін мен сіздерге қорқынышты қысқа метражды фильмнің сюжетін айтып беретін боламын. Қалалық алаңда бірнеше сағат бойы тірі мүсін болып жұмыс істейтін жігіт сәл қимыл жасауға батылы бармайды. Себебі қаланы толығымен зомби қаптап кеткен. Зомбилардың бірі мүсінде қандай да бір ұстанымды сезініп оған тіке қарап тұр. Зомби апокалипсисінің себебі белгісіз, бірақ әр минут сайын аман қалғандар азайып барады. Өйткені жұқтырғандардың аш тобы құтқарылу мүмкіндігін қалдырмайды. Бүкіл аймақ қанға боялған және адамның ішек қарындарымен толған. Зомби жігітке әлі де қарап тұр. Жігіт 5 минут бойы тыныс алмауға бар күш-жігерін салып жатырмын деп ойлайды, және ол есін жоғалта жаздайды. Жас жігіт ешкімге байқалмайтын және сезілмейтін тыныс алады, дегенмен денесі өзіне бағынбайды. Аяғы судырық ұстайды, қолы дірілдей бастайды, бірақ ең сорақысы ол мұрнын қасығысы келеді. Қорқыныштан оның оң жақ маңдай тұсынан бір тамшы тер ағады. Жақын жерде зомбилар тағы бір бейшараны тістеп алады. Оның айғайы басқа зомбиді алаңдатады. Бала еркін демалу үшін өзінің тұрған позасын жаймендеп өзгертеді, ал қалған зомбилар басқа адамды жеп жатып оны байқамайды. Жігіт бұған шыдай алмай шалбарының астынан сиіп қояды. Тірідей жеген адамның қаны мен ішек қарындары жан-жаққа ұшады. Жігіттің дәл иығына ішектің бір бөлігі түседі. Кенеттен жігіттің құсқысы келіп асфальтқа құса жаздады, бірақ жігіт оны әрең тежеп барлық құсықты кері жұтады. Жас жігіт әріптестеріне не болғанын түсінуге тырысып айналасына әрең қарайды. Көңілді сайқымазақ Барти өкінішке орай енді қалжыңдамайды. Ол зомбилардың тобырымен шайқасты, бірақ күші олармен бірдей емес еді. Жігіт өзінің қимылдамай арба ұстап тұрған әріптесіне таңғалды. Ол арбамен жаймен жүріп алаңнан қашқысы келеді. Жігіт оның қолынан келетініне сенімді болды, бірақ арбамен жүрген жігіт басқа адамдарды жеп жатқан зомбилерді көріп шыдамай құсып жібереді. Бүкіл зомбилар назарын соған аударып оны жей бастайды. Басты кейіпкер оны көріп көзінен жас ағады. Ол зомбилардың азайғанын көріп жаймендеп орталық алаңнан қашқысы келеді. Ол баспалдақтың тұтқасынан ұстап әрмен қарай секіріп кетеді. Оның дыбысын естіген 10 шақты зомби оның артынан ереді. Жігіт бұрылыста баспалдақтың астыңғы жеріне тығылып зомбилардан құтылғанына қуанады. Ол зомбиларды алдағанына мәз болып билейді. Сөйтіп ол артына қарағанда бүкіл зомбилардың оған қарап тұрғанын көреді. Енді оның шаруасы біткен сияқты. Осымен қысқа метражды фильм бітті. Егер видео ұнаса лайк басып төменде комментарийге ойларыңызды жаза кетіңіздер. Менің арнамнан шығатын келесі видеоны жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Абукин арнасы, келесі кездескенше.